Қайырлы кеш көрермендер, әдеттегідей кезекті шығарылым оттегі подкаст адам адамға оттегі тақырыбында осы тақырып аясында әңгіме өрбітетін боламыз. Менің көмекші жүргізуші досым Жансерік Қадырбаев және де Гала. Баршаңызға сәлем, жағдайларыңыз қалай? Өз-өзімізді не қылайық па? Адамдарға таныстырып алайық па? Мынау асығыс қой. Таниды бәрі. Сен таниды. Таныстырып кетейік. Танымай жүр енді. Мен Марғұлан болады есімім деп ше. Жақында ғана шаңырақ көтерген заңғар достарымыз бүгін бойдақтар. Мен бойдақтар емес. Бойдақтар мен отбасы құрғандар. Жалпы көңіл күй қалай? Немен айналысасыңдар? Не жаңалық қазір? Айта берсін. Бүгін Астанадан келдім досым. Осы досымды шақырып қалыпты деп. Жалпы Астанаға көшкелі жатырмын қазір жарты жылға. Қазір Алматыға қараған кезде жолдары кең, пробка жоқ. Адамдар ешқайда асықпайды. Жаңағы қала екі есе өсіп кеткен қазір. Жерсілкініс жоқ. Қазір левый берег, правый берег емес. Қазір былай қарай Ильинка жаққа, былай қарай Қоянды жаққа қала өсіп кеткен, мосттар салынған, үйлер әдемі, ешқандай қорқынышсыз өмір сүресің. Осы неден кейін көшіп жатқандар? Мен де Астана негізі ұнатамын былайша. Әдемі күшті барған кезде. Бірақ суығы, или мен барған кезде суыққа түсем ба ше. Мынау аэропорттан шыққаннан кейін машинаға дейін жел ше. Сол кезде уже қайтқым келеді ғой. Мен Астана сөйтіп көріп қалдым просто өзім ше. Мен мысалы қазір осы биыл жазда бардым, маған Астана ұнады, погодасы күшті болды да. Оны алды мен бірінші осы еш жинағалы барғаным сол суыққа түсіп қалдық. Екіншісі де сондай болды да, үшіншісі де сондай суық кезде болып қалды. Мен Астананы шын айтсам андай. Бірінші неден кейін жаңағы ұнамай қалды Астана. Негізі бір апта 10 күн жүрсең ұнап қалатын сияқты, негізінде отбасың болу керек сияқты, или бір жылытатын адам болу керек. Мен оттегің болу керек дейсің. Астанада оқыған адам ретінде айтайын. Астанада енді біз творческий адамдар іштерін пысып өлесіңдер. Жұмысың болса, бір заведение, басқа да бір жұмыстар болса, жүре бересің. Гос жұмыстар болса, ал именно творчестволық адамдарға қиын. Бірақ қазір енді көп творческий нелердің орталығы сол жаққа көшіп жатыр ғой, мүмкін. Мүмкін болашақта барлығымыз бірге көшсек қызық болады. Жеке дара көшсек кішкене қиындау. Жалпы бұл подкастта енді адамның өзінің өміріндегі бір геройларын айту керек қой. Менде бір өзімде историяларым бар. Бір дайындап келген 2-3 историям бар. Жоқ, үйленген қалай екен? Историяға келеміз ғой. Тез біз әлі сағат 5-тен асқан жоқ. Үйленген өте күшті екен. 3 сөзбен. 3 сөзбен айтамын, брат. Былай айта берейін, қатты ойлану керек болады. Өте андай күшті сезім екен. Жаңағы тура неге түсіп қалдық қой? Оразаға кезінде ше. Үйленгеннен кейін өмір басталды, бірге тұру оразадан. Жаңа біз всегда жаңа сәресіне сырттан ішіп жоқ қой тамақтарды. Қазір үйге бар, әйелім күтіп отырады кәдімгі. Үйде ше жан тамақ ойбай жан деп тамақ дайындап қойдым деген кезде уже андай бір не тұрады да, үйде қайтқың келіп ана үйде күтіп отырған ше, сондай сезімдер пайда болып, одан кейін жанашыр. Біз сағынбайсың ба? Мен сағынамын, мен ауызашарда сендермен болып жүрмін ғой. Негізі олай мысалы көбісі айтады ғой, үйленгеннен кейін жоғалып кетеді достарың деген сияқты. Енді біздің арамызда постоянно жүретін заңғар енді сен анда-санда Астанаға ары бері кетіп қаласың ғой. Марго қасымызда ғой. Дегенмен үйленсе де ешқандай бір ара қатынас үзілген жоқ. Пока что. Наоборот. Үзілмесінші. Пока что деген бізді толық танымайды ғой. Досымыз мықты болып тұр ғой. Солай болсын. Бір айлық неге қарап ондай үкім шығарамаймын мен. Енді некем қиғанымда біраз болды. Қолында жүзік те жоқ екен қазір. Қолында жүзік те жоқ. Мен жүзікті бір киімнің қалдасын сағамын таппай жатырмын. Мен заттарға сондай кішкене неден ұмытып кете беремін. Андай бір заттарымды сағатын таппай қаламын деген сияқты, браслет таппай қаламын. Бойдақты қимай жүрсің ба? Жоқ, ондай емес. Біледі ғой. Қимай жүрсем Инстаграм салмайтын едім ғой. Салып уже. Ойбай, ішінде біраз нәрсесі бар. Инстаграмын салмайтын едім. Сол біледі уже. Үйленгенді бәрі біледі. Бұрынғыда дайректте ешкім жазбайды маған бет алды деп. Қазір бәрі бақытты болыңыздар деп жазады. Күшті деп деп жазады. Бет алды жазатындардың бәріне мен жібере бер. Есіпші осыған бұрынғыдай бір реакция жіберіп қоятындар аз қазір. Статистика құлады дейсің. Че делаешь дейтіндер жоқ қазір. Че не спишь дейтін вообще атымен жоқ деп. Бұл шутка ғой. Шутка емес, рас айтып отыр. Жоқ. Сондай күшті. Үйленген рахат дейсің. Үйленген рахат болсын, берекелі болсын, бақытты жұғысты болсын барлықтарыңызға. Айтшы күшті ғой деп. Күшті әдемі. Аталар құсап тілек жіберіп отырсың, сол жақта тұр. Сол сыбырлап отыр, ағам бірдеңе деп сыбырлап отыр. Бес тойды жолға деп жатқанмын. Әмин. Қош келдіңдер біздің подкасттың
жүйесі бойынша, линиясы бойынша өміріміздегі кішігірім геройларды айту керекпіз. Солармен байланысты история қызықты болсын. 8-ші сыныпта оқимын. Күреске қатысып Сен бірге оқисыңдар ма ол кезде? жоқ, ништің алдында ғой. Мен Сен бірге оқымадыңдар ма енді ниш? жоқ, мен басқа мектепте оқыдым, Жаныс басқа мектепте. Жиналдық қой нишқа бәріміз 9-ші сыныпта. Мен 8-ші класста оқимын, күреске қатысып дзюдоға қатысатынмын. Талдықорғанға жарысқа барамыз. Республикаға жарыс болады. 99-дар мен 2000-дар ары қарай солардың жарысы ғой негізі. Максимум үлкен 99 негізі. 98-дер айтпақшы өтірік айтамын. Сосын Талдықорғанға барамыз и Астана мен Жамбыл облысы бірігіп бір неге жатып қалды общагада. И столовыйға кіреміз, сосын бір-бірінен сұрайсың ғой, әр қаладан бір не шығады ғой. Вестан бір адам. Мысалы, сендерден Тараздан кім күреседі дейді, 38-ге. Сосын 36 ол кезде 38-ге. Сосын мен деймін көрші, болды ғой, жеңілдіңдер ғой деп. Аналар өте қатты, духпен. Өйткені Астананың жігіттері, білесіңдер ме, Астана дейді андай, оларда всегда зал мықты, бәрі мықты, условия бар, киімдері де қатты андай кимонолар и в целом Астана мықты, короче, негізі андай, басқаларына қараған кезде. Сосын духпен есептенді, болды, жеңілесің ғой, мұнда бізде мына жігіт бар деп, короче, кәдімгі сындырып жатыр ғой меніңше. И талпа болып бірге жүреді. И дене ірі дәу бәрі ше. Біз кішкентайларымыз бәріміз андай 99 2000 бәріміз арық осындай. Бірақ тағы арасында бар жаңа ірілері. Бірақ ол Меркінің жігіттері да. Сосын бір кезде сол жігітпен мен полуфиналда кездесіп қалдым. Сөйтіп полуфиналда кездесіп қалдым да и өте ұзақ күрестік екенбіз. Өте ұзақ күрестік. Өте ұзақ дейтін ол определенный стандартный уақыт бар ғой. Қойып кетті. Кеше ұзақ деппін ғой. Андай күрес болды деген ғой. Бір-бірімізге андай беріспей бүкіл раунд бойы тең тартысты. Соңғы 7 секунд қалған кезде ол маған бір неге түсіп қалды оценкаға. Захватқа. Бір оценка түсіп қалды кішкене. И судьялар бұл берілмейді или беріледі деп андай не кетіп қалды да, спор кетіп қалды да. Сонымен маған берді да, мен бүйтіп бір-екі сөйлеген ғой, мен бүйттім ғой деген сияқты сөйлеп тұрсыз ғой өзі. Мен қалай болды, мен бүйттім ғой деген, ол да жоқ, мен құлаған жоқ деп. Сонымен басталды бір андай кішігірім екеуміздің арамызда андай байга. Андай ерегес. Сметовпен анау корейский кім еді? Отто японец нады. Таката. Екеуі сияқты сондай басталды ма, линия басталды ма? Ой, Бушидодағы. Горело брат, он соперник. Японец, короче. Ой, Намура басқа екен ғой. Сонымен көріп екеуміз сол жерден басталды ғой. Таката ғой, бәсе Таката ғой. Құлағы сынған. Татока. Сонымен короче маған берді. Сосын мен жеңдім, финалға шықтым, бірінші орын алдым республика жарыста, бірінші рет алғанмын сол. Сөйтіп жаңа общагаға барамыз. Ана балада мен ұтқаннан кейін сәл не болып тұрғандай ше. Ұялып тұрсың ба? Ұялып тұрмын бір жағынан. Бір жағынан мандражды, потому что олар талпа жүреді да, постоянно Астанада андай ірі балалар. Андай бізде бар күресте кейбір кезде үлкен балалар кіргізіп жібереді, типа 96-ларды кіргізіп жібереді. Документ жасайды. Документ 95-ті кіргізіп жібереді. Ана балалар реально үлкен балалар негізі. Точно 99 2000 емес. Сөйтіп барамыз. Бір кезде общагаға келеді, алпа келеді ғой. Жаңа Астана багет біз тұрып қалдық бұрышқа, ешсет болған короче. Келеді, не болды сендер? Не болды жаңа? Типа сонша судьялардың алдында бүйтіп тастадым ғой деп сөйлеп тұрсың дейді, короче. Уже анаяқтан Талдықорғанда жүрмін, Тараздың балалары да жоқ ояқта, көмектеседі. Өзіміз азақпыз. Анаяқтан жаңа Астанаға талпа жиналып тұр. Сөйтіп андай енді брат, енді не істеп тұрсың ғой андай. Артық кете алмайсың ғой, балаларың да тұр үндемей ешқайсысы артық сөйлей алмайды. Бір қарап қоясың. Сол кезде Меркінің балалары келді жаңағы. Ой, Меркін балалары бұзық қой. Кек қалды, Меркін балалары, еще олар Меркін ауылдың балалары андай ғой. Бұзық, здоровый балалар дейсің. Бұзық, здоровый андай. Олар тек қана спорт емес, андай үйдің жұмыстарында жыртып жұмыс істеді Меркін балалары, особенно андай жұмысқа қатты ғой. Сонымен келеді да көмектесіп қалды маған ше. Не болды, бір нәрсе деп көрші андай. Біздің балаларға қайсы Астана. Сен сөзің сөйледі ғой. Мен сөзім сөйледі, бізде бүйтіп жаймен жел келді бізге. Иә деп тұрдың ғой. Жел келіп бастады, сонымен өйтіп болды ойын бітті ғой, бәрі жарыс бітті. Сөйтіп халас қылды да, сонымен бәрімізді қайта жүрді. Осы кезде Меркінің жігіттеріне рахметімді айтқым келіп тұр. Меркінің жігіттері оттегі дейсің ғой. Меркінің жігіттері мен үшін сол кезде оттегі болды, кәдімгідей көмек берді. Осы ол жігіттер ұмытып қалдым енді, кім екенін аттарын ұмытып қалдым ше. Сол кезде бір таныс бір 2-3 рет көргенбіз ғой. Кәдімгідей сол кезде маған көмек берген, әйтпесе кетіп бара жатқанбыз сол 4-5 балаға. Қай жылғылары сол 90 өзің құрдастарың ғой? 94, 99, 98, 97, ол кезде 99, 98 сол. Меркінің 98-99 жылғы жігіттеріне дұғай сәлем, және де Маргодан алғыс, рахмет құтқарып қалған жігіттерге.
Сен қатыстың ба спортқа? Мен кішкентай кезімде күреске қатыстым 1,5 жылдай. Одан кейін футболға қатыстым. Боксер, иә? Заңғарды айтайын деп отырмын. 9 жылдай бокспен айналыстым. 10 жыл иә. 10 жылдай. Қайтпаймын. 9 жыл десем. 10 жыл деп. 10 жыл деп. Ойбай. Баса берейін ба? Мен кішкентай кезімде негізі өте жылауық болғанмын. Біреу түртіп қалса футбол ойнатқан кезде анау тұрғызып қояды воротаға. Топ келеді да басына тиеді, жылайсың. Бәрі қуып жүреді. Одан заман жылайсың, менімен бірге ойнамайды. Сөйтіп бір күні бір досым боксқа жазылды. Сөйтіп мені де тартты. Ол 11 жасымда. 5-ші класс па солай. Сол кезде қатысып бастадым. Боксқа таяқ жедім, барып залдағы бүкіл жігіттер. Короче, ол кезде немен келгенмін ғой боксқа. Саналимен келгенмін ғой. Мен саналимен ұрады ғой. Не үшін сен спортты сыйламайсың, неге саналимен келдің деп сол жақтағы жігіттер ұрады, короче. Сандалиңді шешіп алып па? Сандаликпен ба? Жоқ, мен сандалимен жүрмін. Неге сандалимен жүрсің деген немен предлогпен. Сонымен таяқ жеймін. И қазіргі кезде негізі өзім бала кезден сондай әлсіз болып өскенмін. Өйткені анамның құрсағынан бір 8 айда ма шығып қалдым. Су өтіп қалды ма бір нәрсе болды. И мені алдына ерте шығарып бір аквариум ба не вакуум дей ма? Аквариум. Ананың ішінде суда жатамыз ғой. Аквариум. Ананың ішінде суда жатамыз. Сосын мені вакуумға салып қойды. И сондықтан мен әлсіз болып өскенмін негізі кезінде, өте арық болып. Сол бокс негізі маған оттегі болды, өйткені арада 10 жыл өтті. Мен физикалық тұрғыда мен өзіме жауап бере аламын. Кез келген жерде өзіме деген сенімділік. Егер мен дұрыс болып тұрып бір жерде біреу сөйлеп тұрады, примерно ойлайды да, заңғар примерно андай жай деп па? Алып қоямын деп па? Иә, әке-шешесінің баласы деп ойлайды да, андай кішкене ерке деп ше. Бірақ арт жағын білмейді да. Мен негізі зона қаласынға қатысқам, КМС-пін негізі. Апасын жігітпін деп. Кішігірім опыт бар. Мен анай жігітпін да. Негізі қатты бокстасады. Жанру деген жоқ. Жақында ғана бір қол сынып несеп жүрді, өмір андай. Жанру деген жоқ жігіттер. Жалпы мен Қытайға кетіп қалған себебім, мен ойладым олимпиадаға барам, бір нәрсе деген мақсаттар болды. Сөйтіп мен Қазақстанға барам, зонаға барам, 2 зонада ұтылам, Қазақстанға шығам, Қазақстанда ұтылам. Одан кейін мен оқумен кетем деп Қытайға кетіп қалдым. Қытайда да боксты жалғастырдым. Чемпион болдым Пекиннің. Одан кейін Пекиннің чемпионы болды. Пекиннің чемпионы болды. Серьезно? Мынамыз не үшін? Пекинде қанша миллион адам? Заңғар Пекиннің 21 чемпион болды. Сол кезде. Пекинде 21 миллион адам, иә? 21 миллион адам, енді Қазақстанның населениесінен көп болып тұр ғой, сол жақта Қазақстанды алғандай болып тұр ғой, Пекин. Ол бүкіл Пекин емес, Пекин бойынша бір чемпионат болды. Ол чемпионатқа мүмкін бір мықтылар қатыспай қалған шығар деген. Иә, ондай болады. Универсиада деген сияқты ма? Қазақстанның боксы ол тіпті басқа, өйткені ол жерде біздің школа өте іріктеледі. Мысалы, бір залдан бірінші, екінші номер бар. Ол екеуі қырылысады. Одан кейін бір тағы жарысқа барады. Одан кейін бір зонаға барады. Зона ол 2 зона болады. Мысалы, батыс пен шығыс, батыс пен солтүстік, шығыс пен оңтүстік болып 2 зона болады. Сол 2 зонада кім чемпион болды, ортада Қазақстан болады уже. Бізде Қазақстан боксерлер айтады ғой, бізде елден шығып алсақ болды деп, сырт жағы оңай, именно ішкі туса қиын. Кстати, боксшыларды құттықтап жіберейік, өткенде ғана Италияда, иә? Тараздың жігіті. Италияда не өтті ғой, іріктеу кезеңінде біздің боксшылар біраз сындырған, жақсы. Жалпыға спорт саласында жақсы жетістіктер көрсетіп жатқандар көп қой. Иә. Ұлттық құраманы алда келе жатқан ойын, енді ол бұл выпуск қай уақытта шығатынын білмеймін, бірақ енді Грециямен өтіп Еврода түбегі көрсетсе, Еврода ойнасам, ол деген вообще бөлек болады. Ұлттық құраманы былай айтайық, ұлттық құрама алдағы выпуск, енді ол ойыннан кейін шығады, выпуск егер шығып жатса, ұтса құттықтаймыз, қуаныштымыз. Егер ұтылып қалған жағдайда біз сендермен біргеміз, ешқандай обида жоқ. Ренжімейміз деп. Ренжімейміз, біз мақтанамыз сендермен. Бір тағы бір қызық история бар өмірімде. Ол не істеймін, бір 5 жастам ауылда тұрам. 5 жас естеріңде бар ма? Ауылда тұрған, мен ауылда өсіп 7 айлығымнан бастап 6 классқа дейін. Сосын 7 айлығымнан бастап? 7 айлығымнан бастап. Үйдегілер ата мен апаға бәрі жәрген ғой жаңағы.
өйткені бір жасқа жетпей. мамам 20-да болған, папам 21-де болған. Жас қой енді, пацан мен ғой. дүниеге келіп тұрмын, сонымен ол кісілерге ары қарай жұмыс істеу керек, сөйтіп ата мен апаға беріп ыңғайластырып, ата мен апамен алайын деп ауылға кеткен ғой 7 айлығымда жалпы. Сөйтіп 7 айлығымда ауылда өскем, и бізде ауылда жаңағы сай бар да, сол сайда ешакты білесіңдер ғой, иә? Ешак деген білесіңдер ме? Жануарды ма? Иә. иә білеміз ғой. Ойлап қалдыр. Кейбір достарым ма деп ойлап қалсам. Есек деп айдың ба, ешак дейін ба? Есек. Сол есектің баласын не деп айтады білесіңдер ғой, иә? Қодық дейді. Бір жақта солай. Біздің ауылда бір жақта қодық дейді. Сол қодықты көремін да, 5 жастамын ғой енді. Сөйтіп тиіскем ғой мамасының көзінше. Мамасының көзінше. Мамасы жүр енді, ол мамасының көзінше деген мама бүйтіп хей деп ұрыспайды ғой маған енді ше. Қуалап шыбықпен ұрып жүр манан қодық. Білгенім істеп жүргенмін ғой. И сол кезде мамасы көреді да жаңа есек. Сөйтеді да мені алып өте қатты жестко не істеген ғой. Тістейді ма? Тістеген ғой. Есектер қатты істейді екен ғой, білесіңдер ма? Оның тістері бүйтіп шығып тұрады ғой, аттың тісі кәдімгідей. Олар да әжептәуір жануар екен. Сөйтіп бол деп кәдімгі былай үстінен шайнай ма? Дым жоқ, иә. Дым жоқ прям. Бәрін шайнап тастаған ғой, түгел шайнап тастаған. И сол кезде бір өтіп бара жатқан енді ауылда енді жаяу жүреді, сол бір кісі көріп қалды да, ей мынау деп не істеп барып айқайлап жатқан, бақырып жатқан бір мені алып құтқарып қалған. Ешектен танып көрген ғой, ешектен танып жатқанын көріп барып қуып жіберіп сосын мені құтқарып қалып үйге апарып берген ғой. Сөйтсе үстінен дым жоқ, кәдімгі вообще дым қалмаған деді ғой. сөйтіп апам жаңағыда бүйтіп алып бүкіл дәрілерін былай жағып, ол кезде білмеймін қалай, сол қызық, сол шырам қалмапты ешқандай, бірақ қалай тазалаған таңқаламын сол кезде жараларды. Таразға бару дейтін біраз уақыт машина жоқ ол кезде. Есекте бала ғой деп қатты істемеген шығар, әшейін бүйтіп мүмкін бір жеріне беріп жіберген шығар, ескеріп ше. Если что имей в виду. Бірақ өте қатты таяқ жегесін деді. Ешек тістесе шынында қатты істейді, ешектен құласаң оңбай құлайсың. Иә, сондай бар ғой, аттан құласаң қатты ауырмайды. Қазақта мақал бар ғой, ат жағын тосады, есек тұяғын тосады дейді. Сондай сол кезде кім қай ауылдың тұрғыны құтқарғанын білмеймін ше. Әйтеуір сол ауыл тұрғынына рахмет, әйтеуір көріп жатып мен таяқ жеп жатсам да жаңағы қарап тұрмай жүгіріп келіп әдемі құтқарып қалыпты. Артынан екінші апама да рахмет, сол кезде күшті қылып жаңағы ешқандай шырам қалдырмай шүкір әдемі емдеп беріпті. Жүріп қой кіз. Дәл осы жерде маған бір ой туды. Жалпы оттегі деген тема болып жатыр ғой. Бұл негізі ешкім айтпаған деп ойлаймын. Бұл жерді былай кесіп киноның қасына қосып қойсаңдар болды. Жалпы әрбір адам бір-біріне оттегі деп ойлаймын. Өз ойым. Өйткені өмірде болған жағдай, өз басым, мысалы 2 жыл бұрын үлкен 2 сынақ болды менің өмірімде. Сол сынақтардан өтіп, айтсақ қандай сынақ? Жоқ, оны табуды айтып кеткенмін. Бізге де айтсаң, біздің көрермен бөлек деген секілді. Ол ажырастым, ал екіншісі группа болған Альзайбе деген, ол да тарады. Ол мен 3 жыл 4 жыл өзімді көретін жұмысым. Сосын бір моментте болды ма? Бір моментте екеуде болды. Одан кейін қатты күйзеліске түсіп кеттім. Депрессия. Комнатадан шықпай қалған кездерім болды. Бір апта. Одан кейін әкешім келіп қолын айтты, сөзін айтты. Одан кейін сонда да шыға алмай жүрдім, бірақ табуға шақырып қалды мені Анар Батырхан. Сол маған оттегі болды. Мысалы осылай отырдым. Анардың табу, иә, кәдімгідей. Иә, и ана жерде атмосфера қап-қараңғы, осында светтер. И мен Анараны көріп тұрмын, басқа камераны ешкімді көріп тұрған жоқпын. И мен бір уақыттан кейін Анара өзі психолог сияқты ана сұрақ қойып жатыр да. Мен соған кіріп кеттім, беріліп кеттім. Олай ашыламын деп ойлаған жоқпын. Мен Анараны көріп тұрмын, и как будто екеуміз бір съемка емес, басқа бір жерде отырғандай атмосфера құрылды. Психологпен сөйлесіп жатқандай болдым дейсің ғой. И өмірімде психологқа барып көрмегенмін. И психолог деген не екенін сол жерде түсіндім. Мен то есть ішімдегі бүкіл айтылмай қалған нәрсенің барлығын Анараға бөлістім. Оказывается, мен бүкіл халықпен бөліспін. Ертесінде ютубтан қараймын, 1 миллион просмотр, бір 3-4 күнде 1 миллион просмотр болды. Астында 2,5 мың комментарий, и 99-ы позитив ғой. И қарасам, сол кезде инстаграмға 30-40 мың подписчик келді маған жаңадан. Дайректі ашсам 1000-2000 мың сообщение. Заңғар, мен ойладым сен осындай ерке баласын деп, андай баласын деп. Оказывается, и анау поддержканы адам ықыластарын естіп, мен жаңа өмір сүргім кеп, сторис сүргім кеп, сондай Шымкентке көшіп кеттім. Одан кейін тағы да бір нәрсе, бір күшті проекттер жасап, Қытаймен бизнес жасап, бір өмірге деген құштарлығым ашылды. То есть
жаңағы психолог деген мен не екенін түсінбейтінмін. Оказывается, ашылып тұру керек, адамдармен сөйлесу керек екен. И Анара Батырхан мені сол жерде оттегі болды. Сол үшін сосын мен ойлаймын халық та саған күшті поддержка болды, оттегі халықта болды деп ойлаймын саған. Өйткені ол кісілер жазды, мен көргенмін енді ол интервьюді, кәдімгідей өте қызықты талқылау болды да, Заңғар кәдімгідей ашылды да, сол ашылғанын халық әдемі қабылдады да, Заңғар осындай екен ғой деп жаңағы кеткен ғой адамдар жазып комментарийға ше, өзіне дайректке жазады, содан шабыт алып, кәдімгі аудиториядан шабыт алды да, ары қарай. И мен түсіндім сол кезде, оказывается, былай инстаграмда кішкене басқашалау болып жүрдім ол кезде. Ал ана жерде ашық ашылдым да. И өмірде де солай болсаң, адамдар сені как есть қабылдағанды, шынайы проблемаларыңды, жаңағы мәселелеріңді, депрессияны айтатын болсаң, бөліссең. Енді интервью деген андай өте тонкий нәрсе ғой негізі. Жақсы аша алса, жақсы жағынан өзіңді көрсете алсаң, халыққа жақсы жағыңды көрсете алсаң, әдемі алып кетеді. Ал егер интервьюда бір нәрсені артық айтып қойсаң, бір нәрсеге қатысты ойыңды дұрыс емес білдіріп қойсаң, сол жерде кеттің ғой. Кетіп жатқанда адамдар аз емес. Иә, керемет. Анара табу ұжымы. Біз хейт етеміз ғой табуды. Енді көбісі. Не ананы шақырады, неге мынандай мындай, статистика үшін неше түрлі, қонақтардың неше түрлі мынандай қонақ шақырады арасында деп. Бірақ сонда да өзінің көмегі бар. Мен бірінші рет нетіп отырмын. Просто айналамдағы көп адамдардан табу жайлы басқаша естимін. Сол бір сенің шығуына сол нәрсе себепкер болды. Одан бөлек қандай факторлар себепкер болды мысалы? Жалпы әкемнің қолдауы ғой. Ерекше. Жаңа өте ерекше. Білмеймін, әкемді қатты жақсы көремін. Сол айтқан нәрсесі алдымнан шығады. Тыңдамай қойсаң да сол шығады. Одан кейін жаңа депрессияға кеткен кезде енді анам келіп сөйлемейді ғой. Анам әкемді жібереді. Әкем еркекше сөйлеседі. Балам, сен кімнің баласы екенін білесің ба? Сен Нұртастың баласысың. Енді осылай жүрген дұрыс па? Дұрыс емес. Енді еркек болсаң, Нұртастың баласы болсаң, сен қазір тұр да, анда бар, мында бар, ана жұмысты бітір, анаған барып кел. Сөйтіп жібереді. Сондай поддержкалар өте ұнайды маған. Әкемнің 3 жылына деген поддержкасы өте мықты. Біз енді әкемізбен, енді Заңғар әкесімен ерекше қарым-қатынаста ғой енді. Бұлай үйіне барып қалған кезде де көрсең еркелетіп, айтатын әңгімесін айтып отырады. Біз енді Марго екеуміздің папаларымыз кішкене тұйықтау. Біз ашылып әңгіме айта бермейміз, бірақ енді көзқарасынан былай жүрегінен сезіп тұрасың ғой бір жақсы көретін, бірақ сондай бір негізі жас өте келе түсінесің, ол кісілермен сөйлесу керек, ол кісілерге көп көңіл бөлу керек деген сияқты. Баяғыда мысалы папамызбен көп нәрсені айта бермейсің. Менде басталды брат. Менде сондай басталды. Талқылап па? Иә, менде осы бір үйленген предложение жасап болдым, содан басталды едім. Или жаздама ұмытып қалдым. Кәдімгідей әңгіме айтып, звондайды бұрында папаммен. Пап, қалайсыз? Жақсы. Өзің қалайсың? Жақсы. Не істеп жатырсыз? Жұмыста. 400 сен қалада. Не жаңалық? Тыныш. Өзінде болды осы етін. Не себеп екен ол кісілер үйіп сөйлесетін? Сондай тұйық сондай адамдар бар. Жоқ, ол кісілер, мне кажется, жұмысында жүреді. Жұмысында шөшіп кетіп, анау әңгіме айтып, бірдеңке деп қойып. Бізге машина балағандай андай мінез көрсеткісі келе ме андай ше. Біз балалардың, білмеймін, мен папам сондай, байқаймын, сен де папам сондай, Мирастың да папасы да сондай. Қазір ашылып келе жатыр. Қазір енді ашылып әңгіме айтып, звондап. Бір машина подарить еткен ғой, ашылып деп. Сөйлесіп, не жаңалық батыр, бір әңгіме бастап берсең талқылайды кәдімгі. Бұрында мен папаммен максимум 1 минут сөйлесетінмін. Мүмкін сен енді үйлендің ғой, сен шынында еркек ретінде қабылдайтын өсті, отаға, уже бір үйдің отағасы деп. Сондай ойдым, иә. Мүмкін. Сондай әңгіме айтып, жаңа қазір уже звоноктарымызды мен телефон тастағаннан кейін обязательно қараймын қанша минут сөйлескен папаммен. Қазір уже бір 15-20 минуттар басталып жатыр. 30-40 минуттар бар арасында. Бұрын тек 1 минут етін осыдан. Мен папам мінез сондай өйткені көп сөйлемейді, туысқандармен кездескен кезде де артық әңгімесі жоқ, қарайды, тыңдап отырады, сондай кісі. Ондай папалар көп деп ойлаймын негізі, мен байқаймын. Негізі ең басты осы өмірдегі қолдау, ол әрине әке-шешемізден. Ол кісілер қолдап тұрса тау қопаруға дайын болғанбыз ғой. Енді біздің оқырмандар, сендерді қарайтын адамдар, барлығы өзімізбен жасты құрдастар, енді ата-ана болуға аяқ басып келе жатқандар, енді ата-ана болып жатқандар, всегда балаларını қолдандар, бетінен қақпаңдар. Біз ондай қателіктерді жібермейік, жаңағыдай тұйықтық немесе бір ашыла алмай қалу деген сияқты балаға әке керек. Кез келген тақырыпта сөйлесе біліңдер. Сондай поколение болайық. Кез келген тақырыпты ұялмай, ашып сөйлесетін, қорықпай поддержка беретін
себебі адам адамға оттегі дейсің. себебі адам оттегі өз. Рахмет сендерге. Достығымыз адалынан ұзағынан болсын. ой әмин Рахмет. шақырғандарыңа рахмет Рахмет. Құрметті біздің айтпашы не айтыңдаршы ё-моё каналға тіркеліп дейтін әңгімелер ол иә каналға тіркеліп осы видеоны сен осыны қалай бересің күшті уайымдауын көрдіңдер ғой креативный продюсер ғой. тіркеліп қойыңыздар каналға тіркеліп лайк басыңыздар оның бәрі біз үшін өте маңызды оның бәрі біз үшін оттегі. қолдауларыңыз бізге керек сіздердің қолдау арқасында біздің видеомыз жаңағы рейдқа шығып басқалар көретін болады егер көріп отырсаңыз каналға тіркеліп қойыңыз алдағы уақытта өте күшті подкастта шығатын болады және де бүкіл информация осы каналда болады ютубқа қатысты бұйыртса иә ауызшарға 5 минут қалды ауызшарға 5 минут қалды рахмет жігіттер.